Сәлем достар, Рухани Storytelling каналына қош келдіңіздер. Пейіште жүргенде адам ата мен Хауаны тыйым салынған жемісті жеп қояды. Құдай оларды жазалап әлемнің екі бұрышына түсіреді. Екеуі ұзақ уақыт бірін-бірін көрмейді. Құдайдан кешірім сұрап жүре береді. Бір күні Құдай олардың тәубесін қабыл алды. Адамның Хауаны іздеп табуына рұқсат етеді. Адам ата әйелін іздеп сапарға шығады. Бірақ жер беті үлкен, Хауаны табу мүмкін емес еді. Ол тәңірісіне жылап, «Уа жасаған ем, маған өзің жол көрсет», деп сыйынады. Жаббар Хақ құдіретімен бір құсты жаратып, «Мына құстың соңынан ер, саған жол нұсқайды» дейді. Бұл құс көк қарға еді. Қарға көкте ұшып отырады. Адам ізінен ере береді. Бір күні Жида тауына келеді. Сол жерде Хауанамен табысады. Адам ата қарғаға риза болып батасын берген екен. Адам атаның Қабыл мен Әбіл деген екі ұлы болады. Бір күні Қабыл кектеніп, інісін өлтіріп қояды. Ол заманда адам өлімі болмаған еді. Сондықтан Қабыл өлі денені не істерін білмей арқалап жүреді. Мәйіт иістеніп борсиды. Сол сәтте Құдай оған қарғаны үлгі етіп жібереді. Қарға аяғымен жерді қазады да шұңқырға өлі қарғаны тұмсығымен итеріп жатқызады. Сосын оны көміп ұшып кетеді. Қабыл мұны көрген соң інісінде сөйтіп көмуді ойлайды. Жерді ағашпен қазып, інісін жатқызады да көміп тастайды. Осылайша адамдар қазалы кісісін арулап көмуді қарғадан үйренген екен. Ерте заманда түркі тайпасына жау шабады. Олар елді түгел қырады. Бір сәбиді ғана аяқ-қолын кесіп далаға тастап кетеді. Кенет оған бір құртқа жолығады. Ол бөлтірігінен айырылып жапан дүзе келе жатыр еді. Қасқыр баланы көріп желіні сыздап қоя береді. Жақындап келіп баланың қанын тілімен жалап тоқтатады да сәбиді емізеді. Сосын өзімен бірге үңгірге әкетеді. Бірақ бала сүтке тоймай, қарны ашып жылай беріпті. Сонда оған қарғалар келіп күнде бір кесек еттен тастап отырған екен. Бала өсіп ер жеткен соң одан түркі ұрпағы туыпты. Әрі қарай қарға туралы қызықты мәліметтер. Қазанның соңғы күндерін қарға-қарғаның адастырмасы деп атайды. Бұл кезде қарғалар у-шу болып бей-берекет ұшады. Аяқтанып қалған балапандарын адастырып кетеді, яғни балапаны өз бетімен күн көруі тиіс. 1957 жылы Қытайда қарғаны жаппай қырады. Қарға егінге зиян деп шешеді. Келер жылы егін шықпай қалады. Оны құрт-құрмысқа жеп қойыпты. Артынша 30 миллион адам аштықтан қырылған. Әсілінде қарға егінге түссе де құрт-құрмысқаны қоса жейтін еді. Бала кезден қалыптасқан бір әдет бар еді. Қарға ұшып бара жатса отыра қалушы едік қой. Отырмаған бала екі аладымыз. Осының бәрі жинақталып келіп, үлкен бір ұғым тудыратын. Алайда қарлығаш пен аққудың тасасында барлық құстарды қалдыра беруші едік қой, әсіресе қарғаны. Әрісі Алтай мен берісі қазақ халқының наным-сенімі мен салт-дәстүрінде қарғаны кие тұту тотем деп санау күні бүгінге дейін сақталған. Осы тұрғыда қарға тотемі сөз болғанда уақыт пен кеңістікке қатысты байырғы таным түсініктер бірінші кезекте назар аудартады. Тарихи салыстырмалы тәсіл тұрғысынан Алтай тілдік тобындағы халықтар арасында ең байырғы тотемнің қарға екенін байқауға болады. Этнография ғылымының негізін салушы америкалық әйгілі ғалым Морган өзінің байырғы қоғам атты еңбегінде үндістердің тотемі ретінде қасқыр, жолбарыс, аю, бұғы, қабылан, балық, сұңқар, құтан сияқты аң құстардың санатында қарғаны да атайды. Солтүстік Америкадағы Тлингкит, Атапаск тайпаларында ел деген сөздің баламасы қарға екен. Олар қарғаны жарық нұр мен тұщы суды, қара жерді, қызулы от, тағы басқа игілікті жаратушы деп есептеп, жақсылықтың нышаны ретінде кие тұтқан. Азиялық Сібірді тұрақ ететін халықтар да
Олардың наным-сенімінде қарғаны күні бүгінге дейін кие тұтады. Сахалардың қаңғалас тайпасының және шор тайпаларының ішінде қарға руы бар. Қарғаның қадір-қасиетіне қатысты деректер генеалогиялық аңыздармен ғана шектелмейді. Манжурлардың арасында қағанды өлімнен құтқарған қарға туралы аңыз бар. Тұрайттардың наным-сенімі бойынша құдіреті күшті Гучин-Гурбу-Гурбстен ханның құрметіне шалған құрбандық малының етінен 3 қарға шоқыса аруақ риза болады екен. Ал мама ағаштың басына қарға қонса аттары жүйрік болады-мыс. Бұл монғолдар түсінігімен кие тұтудағы сенімі. Осы іспетті мысалдарды түркі-моңғол фольклоры мен этнографиясынан көптеп келтіруге болады. Ұшқанда қанатынан күн тұтылатын қарға, адам жегішке қарсы тұратын қарға, батыр бейнесіне енген қарға, мәңгілік өмір мен дәулеттің иесі қарға, өлілер дүниесінің әміршісі қарға, тағы басқа түрінде айтылатын миф аңыз мотивтері жиі ұшырасады. Менің каналыма тіркеліп, қолдауларыңызды сұраймын.